Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша, қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео соңғы кезде бағасы жылдам құлдырап жатқан Каспий компаниясына арналады. Осыған орай, көптеген инвестор көрермендерде Каспийге инвестициялау жайлы сұрақтар туындауда. Видеода Каспий компаниясына қысқаша талдау жасап, компанияға инвестициялаудағы артықшылықтар мен қандай тәуекелдердің кездесуі мүмкін екендігін айтатын боламыз. Тақырып сіздерге қызық болса, видеоға лайк басып, пікір жаза отыруды ұмытпаңыздар. Егер арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен баса кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Каспий – отандық финтех компания. Бұл компания тек банктік қызметтерді ғана емес, жеткізу, онлайн сауда, туризм және басқа да қызметтерді біріктіріп ұсынумен айналысады. Осы орайда компания халал инвестицияны таңдайтын инвесторларға компания банктік қызметтерді ұсынатын болғандықтан жарамайтындығын айта кеткім келеді. Соңғы 6 айда бұл компанияның акциясы 30%-дан артық мөлшерде төмендеген. Осы төмендеу орынды ма, әлде орынсыз ба? Талдай өтейік. Кез келген бизнестің өз артықшылығы мен кемшіліктері болады. Осыған байланысты компанияның нарықтық бағасы өзгеруі мүмкін. Енді Каспийдің артықшылығы мен кемшілігін инвестор тұрғысынан қарастыра өтейік. Алдымен артықшылықтардан бастайық. Біріншісі, ол тұрақты өсім. Компания әрбір 90 сайын жариялайтын есептілігіне сүйенсек, Каспий өз өсімін жалғастыруда. Былтырғы жылдың 3-ші тоқсанында жарияланған есептілік компания кірісі 34%-ға өскенін, ал таза табысы 23%-ға артқандығын көрсетеді. Компанияның әртүрлі бағытта дамып жатқанын ескерсек, бұл өсімнің негізсіз емес екендігін байқауға болады. Қазіргі күні компания азық-түліктерді жеткізумен, билеттерді және турларды сатумен жарнама жасау сияқты бизнес бағыттарын дамытуда. Компания географиялық тұрғыда да кеңеюін жалғастыруда. Қытайда төлеу Alipay қызметінен бөлек, жақын арада Турциялық Hepsiburada бизнесінің бөлігін сатып алды. Тағы бір артықшылықтарының бірі ол компанияның қаржылық тұрғыда тұрақты екендігі. Компанияның табысы тұрақты және қаржылық балансы өте мықты. Соңғы 90-дық есепке сүйенсек, компания балансында басым көпшілігі ликвидті болып табылатын 6,8 триллион теңге актив бар, ал қарыз көлемі болса 5,7 триллион теңге. Ғимарат, жабдықтар сияқты ликвидті емес активтерді алып тастағанда, компания балансы 2 миллиард доллар профицитті көрсетеді. Үшінші артықшылық, ол елімізде Каспий үшін ішкі бәсеке күшейе түссе де, оның бәсекелестік артықшылығы мол екендігінде. Күшті бәсекелестік артықшылықтар ағымдағы таза пайда маржасынан жанама түрде көрінеді. Мысалы, ол қазіргі уақытта 40%-дан жоғары. Бәсекелестік артықшылықтарға одан бөлек үлкен деректер базасының болуы, озық технологиялар, мықты бренд және клиенттердің лояльдігі кіреді. Көпшілік инвесторларды қызықтыратын price to earning ratio көрсеткіші де тартымды. Ол көрсеткіш 8,3 шамасында. Яғни, компанияның әр тапқан $1 үшін инвесторлар 8,3 доллар төлеуге дайын дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз компания бағаланбаған. Әдетте, price to earning көрсеткішінің нарықтағы орташа мөлшері 15-25-ке тең. Одан бөлек, price to earningге қарама-қарсы earning to price көрсеткіші де тартымды. Ол 12%-ды құрайды. Бұл дегеніміз, компания әрбір инвестициялаған $1-нан 12% табыс көреді дегенді білдіреді. Бұл компанияның акцияларына тағы бір артықшылық беретін фактор, ол компанияның дивиденд төлейтіндігі.
Әрбір акция үшін компания 90 сайын $1,83 дивиденд төлейді. Компанияның NASDAQ-та доллармен саудаланатын акцияларының дивидендтік табыстылығы 7,9% төңірегінде. Бұл акцияға қосымша сенімділік береді. Компанияның осындай артықшылықтары бар болғанымен, нарықтағы және әлемдегі саяси жағдайларға байланысты компания көптеген тәуекелдерге ұшырауы мүмкін екендігін естен шығармау керек. Компания өз қызметінің негізгі бөлігін Қазақстанда көрсететін болғандықтан, табысының басым бөлігін теңгемен табады. Ал теңгенің девальвацияға ұшырауы тұрақты валютада табыстылықты азайтады. Бұл ақш инвесторлары үшін өте маңызды. Мысалы, соңғы 6 айда теңгенің долларға деген бағамы 12%-ға өскен. Бұл жалғыз тәуекел емес. Компанияның 90-дық табысы соңғы 5 жылда тұрақты түрде өскен. Осы уақыт көлемінде компания табысы 6 есеге артқан. Алайда табыстың өсуі мәңгі емес. Оның өсу қарқыны мен көлемі бәсекеге төзімділіктің төмендеуінен, әлсіз экономиканың салдарынан немесе бәсекелестік қабілеттердің жоғалуы есебінен азайып кетуі әбден мүмкін. Бәсекеге қабілетті болу Каспий үшін алдағы уақытта ең басты мақсат болуы мүмкін. Отандық нарықтағы ойыншылардың бәсекелестік қабілетінің артуы, Ресейден көптеген компаниялардың ауысып келуі Каспийге бәсекелестік тудырады. Одан бөлек, егер қазақстандық нарыққа Amazon немесе Alibaba сияқты жаһандық компания кірген жағдайда, компанияның жағдайы қиындай түспек. Осы артықшылықтар мен кемшіліктерді ескере отырып және жекелей талдау жүргізе отырып, Каспий акциясын алу немесе алмау керектігі жайлы шешім қабылдасаңыздар болады. Кейбір инвесторлар керісінше Каспий акцияларын сатуды жөн көруі мүмкін. Егер сіз Каспий акционері болсаңыз, акцияны ары қарай ұстауды жалғастырасыз ба, әлде сату туралы шешім қабылдадыңыз ба? Төменге пікір қалдыра кетіңіз. Сіздерге видео ұнады деген үміттемін. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді келесі видеоларымда күтемін.